Сәлем, мен бүгін Ньюкасл қаласына қыдырып келдім. Мен қазір метроға түсіп келе жатырмын. Тайнмаус жағажайына бару үшін. Сәлем достар, мен қазір Ньюкаслдың жанындағы Тайнмут деген кішкентай қалашыққа келіп тұрмын. Ағылшынша бұл Тайнмаут деп айтылады. Тайнмут қаласының ең басты ерекшелігі бұл жерде солтүстік теңізі шайып жатыр. Солтүстік теңіз, өздеріңіз білесіздер, Еуропаның бірнеше мемлекетінің жағасын шайып жатыр. Оның ішінде Нидерланды, Германия, Дания, Ұлыбритания сияқты елдер бар. Шынымды айтсам, осы Ұлыбританияға келгелі бері мүлдем мектептердің түрін көрмеп едім. Мына мектепті қараңыздар. Неге сені сағынам, көрмеген бір жан сендей, әлде өзіңді танығанмын, мына өмірге келме. Кетпеші енді жалынамын, сезем жанында жылу барын. Байқатпай жүріп неге сезімімді ұрладым. Өмірім менің өмірім, гүлінен болсам енді көңілім. Өмірім менің өмірім. Көктем көңілді өтсін, қызықты өтсін, амандық болсын. Тойдың тілегін айтып кеттім ғой мен тек. Айтпақшы, Қазақстанда қар жауып жатыр деп. Мен толқын келіп үстімді шайып кетті. Қайта әйтеуір тұрып үлгердім. Қысқасы достар, бүгін менің солтүстік теңізге жасаған саяхатым осылай аяқталды. Өлке керемет. Маған осы жақтағы мынадай идея қатты ұнайды. Мысалға, адамдар осындай отырғыштарға өздерінің қайтыс болған туыстарында, жақындарының атын жазады. Мәңгілік есте сақтап қалу үшін отырғыштарды әртүрлі университеттердің ішінен кездестіруге болады, яғни бағынан. Сол жерде ұзақ жылдар бойы қызмет еткен профессорларға, мұғалімдерге, шәкірттері, немесе балалары осындай отырғыштарды арнап қояды. Меніңше бәленбай миллиард теңгеге пантеон салып, немесе оның қайтыс болғаннан кейін адамның оның бейітін, моласын күмбез ғып соққанша, одан да осындай шағын ғана істермен қарапайым ғана түрде еске алуға болады деп ойлаймын. Болашақ бағдарламасымен оқып келген бір қазақ студенті Астанада осы идеяны жүзеге асырам деп қолға алып жатыр деп. Мен егер сол кісі осы идеяны қолға алса, қона-қона құптар едім. Көңілім көңілсіз ойға батқанда. Менің артымда тұрған биік монумент, ол осы Ньюкаслдағы орталық көшеде орналасқан. Осыдан шамамен 2 ғасырдай бұрын салынған монумент екен. Өзіндік тарихы бар монумент. Халық арасында бұл монументті сұр монумент деп атайды екен. Менің Ньюкаслда таңғалып тұрған бір нәрсем, ол өзі Глазгодан кішірек қала болса да, шағын қала болса да, бұлардың метролары бізден үлкен сияқты көрініп тұр. No, please don't do that. Hi, my name is Rita.
Argentina. I'm from Durham. Welcome to Durham. Is it Durham, not Durham? This is Durham and this is Marketplace. Ah, lovely. Way Please late. stop. Way late. Stop recording. Қарайсың? Что ты как? Короче, Заринаның фигурасы мынау. Опять? Снова. Бірақ әлі өзгермепті. Мен ақпан айында келдім. Қазір уже сәуір. 2 ай өтті. Әлі өзгермеген. Бұл не сұмдық? Қазының етімен Қазақстаннан келген жылқының сүретіне салған жаркое. Айран Қазақстаннан келген ба? Давай раму. Қазақтар универсальный. Это соединяет нас с космосом. И? Ты снимаешь? Да. Ты сними, я тоже соединюсь с космосом. Как это делается? Да. Просто обнимай, слушай. Этому дереву уже много-много лет. Возможно, и даже столетия. И он повидал многое. То есть у меня уже получился какой-то контакт с космосом, да? Космос. Он идет туда. Куда иди? Салем алейкум. Как классно сегодня. Хай. Мен қазір Дарым қаласынан қайтып бара жатырмын. Классничка, классничка. Үйіңде есік жоқ па десе? А что если что будет? Холодильника нет? Нет, нету холодильника. Балкон есть зато. Дарина остается. Ты что, прям здесь остаешься? Что, в соседней жерге? Хотя бы 5 минут. Можно же? Да ты снимаешь, потому что... Окей, я, все. Окей, давайте. До встречи в Нью-Йорке. Ньюкасл плюс Йорк, это будет Нью-Йорк, да? Йоркта кездескен. Мен Йоркқа келдім. Сәлем достар. Мен бүгін Йорк қаласындамын. Менің бұл жаққа келуіме көптеген адамдардың осы қаланы мақтауы себеп болды. Пайдаланып, менің фонымды қараңыздаршы, қандай әдемі. Йорк қаласында орналасқан Йорк-Минстер деп аталатын бұл собор 1220 жылы салынған. Ғимараттың құрылысы 250 жылға созылған. Осылайша 1472 жылы ғана аяқталған. Бұл собор Еуропаның солтүстік бөлігінде орналасқан, орта ғасырлардағы ең үлкен храмдардың бірі болып саналады. 19 ғасырда бұл собор қасақана бірнеше рет өртелген. Бұл собор орта ғасырлардағы Еуропаға мынадай үлкен витражды терезелерімен танымал болған. Ең қызығы, мен кірген кезде маған ескерту жасады. Бүгін бұл шіркеудің ішінде суретке, видеоға түсіруге болмайды деді. Қолыма мынандай ақпарат қағазын берді. Сөйтіп тек ішін аралап шықтым, болды. Кәдімгідей күн жаз болып кеткен ғой. Астанада қар жауып жатса, бізде жаз болып кеткен. Сол мына балмұздақ сатып алдым. Бұның өзі қазір еріп жатыр дегенде. Мінекей мен Йорк-Минстердің қасында отырмын. Достар, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, мен осы Йорк қаласындағы ең тар көшеге келіп тұрмын. Адамдардың бәрі маған қарап жатқан сияқты әсердемін. Бұл көше Википедияның берген ақпаратына сенсек, Англиядағы ең тар көше болып саналады. Сонымен Англияның ең тар көшесі, Шамблс көшесі несімен танымал дейсіздер ғой. Бұл көшенің бойында көптеген қолөнер шеберлері өздерінің қолынан бұйымдар жасап, соларды сатуға қояды екен, сатылымға. Мысалға, мына менің артындағы дүкенде тура сондай көрініс. Яғни қолдан жасалған бұйымдар сатылады. Тек қана бұл дүкенде емес, жалпы осы көшенің бойында ұзынан ұзақ жүріп отырсақ, былай қарай. Сол кезде түрлі қолөнер бұйымдарын сатып алуға болады. Әрине, олардың бағасы арзан болмайды.
мына Шамбулс көшесіне жақын жерде жәрмеңке болып жатыр екен, бірақ мен кешігіп қалыппын. Сонымен достар, мен Глазгоға келдім. Қазір сағат кешкі 9:30. Менің Дарым, Йорк және Ньюкасл қалаларына жасаған саяхатым. Менің Дарым, Йорк және Ньюкасл қалаларына жасаған саяхатым өте жақсы өтті. Сол, шаршап қалдым шамалы. 6-7 рет пойызға міндім. Мына жерде күшті музыка басталып жатыр барда. Еркем енді толып тасып, кірсінбек шімілде. Жұлдыздарға да қол ұстасып, аттанайықшы бірге. Көрдім өзіңнен бар бағымды, еселей берші арманымды. Көз салып менің көңіліме, жап-жарық еттің жанымды. Өмірім, менің өмірім, гүлденеді болса менде көңілім. Өмірім, менің өмірім, келе жаным ғарышқа ұшайық бірге, қолымнан ұста. Келе жаным алысқа кетеміз енді, қолымнан ұста. Келе жаным ғарышқа ұшайық бірге, қолымнан ұста. Келе жаным алысқа кетеміз енді, қолымнан ұста.